Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 20-шы сабақ жұмыс дәптерінде берілген бірінші тапсырмадағы кестені толтырамыз. Күн жүйесіндегі әрбір ғаламшардың ерекшелігін біліп ал, оларды кестеге енгіз. Яғни ғаламшардың аты, күннен әрі орналасуы, беткі бөлігі серіктерінің саны және ерекшеліктерін жазуымыз қажет. Мен қарындашпен жазып қойдым, бірақ қазір оқып отырғанда бәрі түсінікті болады деген ойдамын. Бірінші Юпитер, күннен әрі орналасуы 5-ші, беткі бөлігі қатты емес, серіктері жоқ, ерекшеліктері үнемі дауыл, құйын соғады. Екінші Жер, күннен әрі орналасуы 3-ші, беті қатты, серіктерінің саны 1, тіршілік бар ерекшелігі. Келесі Марс, 4-ші, беткі бөлігі қоңырдақты болып келеді, кейбір уақыттарда қызыл болып көрінеді. Серіктерінің саны 2, ерекшеліктері кратерлер және таулар бар. Шолпан, 2-ші, ыстық әрі құрғақ, серіктері жоқ, ең ыстық ғаламшар оның ерекшелігі болып табылады. Уран, 7-ші, көгілдір, тұманды, 5 ірі, 10 шағын серіктері бар. Айналмалы, қисаюы оның ерекшелігі болып табылады. Сатурн, 6-ші, қатты, беті жоқ, шамамен 60 шақты серігі бар, газдардан тұрады. Ерекшелігі Меркурий, 1-ші, беті кратерлермен жабылған, серігі жоқ, күнді 88 тәулікте айналып шығады екен. Нептун, 8-ші, қатты, беті жоқ, 8 серігі бар. Ерекшеліктеріне жерден 15 есе ауыр екендігін, газ бен мұздардан тұратындығын алуымызға болады. Жалпы ғаламшарлар бұл әлі де құпия бір әлем болып табылады. Барлық ғаламшардың ерекшеліктері өте көп. Ішінен мен ең маңызды дегендерін іріктеп алдым. Қосымша өздеріңіз ізденіп, қарап, толықтырып жазсаңыздар болады. Сонымен қатар каналымда көптеген сабақтар бар, кіріп көріңіздер, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.